Сақтаған бойдағы өр намысын, жаңылмас жолынан жол барысым, алынбас қамалдай қорғанышым әке. Бір беткей қалпынан тайынбаған, ертеңгі күніме уайымдаған, аламан өмірге дайындаған әке. Қаталдық көрсем де қабағыңнан, махаббат сездірдің жанарыңнан, әкелік жүрегің даран ордан әке. Қауырсыны болдым қанатыңның, тамырыңнан сенің таратылдым, бір тамшы қаныңнан жаратылдым әке. Атыңды кірлетпей өтсем деймін, асқар тау биігім тек сен деймін, арманыңа сенің жетсем деймін әке. Жусанындай болып боздаланың, тағдырдың желімен қозғаламын, ұқсатса өзіңе мәз боламын әке. Қаталдық көрсем де қабағыңнан, махаббат сездірдің жанарыңнан, әкелік жүрегің даран ордан әке. Қауырсыны болдым қанатыңның, Ансақны сен сада Алматының төрінде бүгінгі той жасап арнайы ас беріп жатқан, артынан ерген атыстарлары, қылықты қыздары, немере шөберлерінің атынан беріліп жатқан асымызда әрине бастамастан бұрын ең әуелі әкеміздің құрметіне арналған жарыққа шығайын деп отырған кітабымыздың тұсаукесерін атап өтсек, ең алдымен осы кітапта лентасын қиып тұсаукесерін атамастан бұрын ортаға Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Балдырған журналының редакторы, бүгінгі жарыққа шығып отырғаны Өнегелі өмір өрнегі атты кітабымызды жарыққа шығуына бірден бір септігін тигізген сол кітаптың авторы болып келіп отырған Мағлұмов Дүйсен ағамызды құрмет қошеметпен алғашқы сөзді ұсынайық. Құрмет қошеметтеріңіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі қауым, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға Алла тағала сауаптан жазсын. Енді мынау қазақ ел болып, қазақ жұрт болып, қазақ мемлекет болып қалыптасқалы бері әр заманның өзінің батыры, шешені, биі, көсемі болған өздеріңіз тарихтан жақсы білесіздер. Сол сияқты әр заманның сонда батырлары болған, елін, жұртын сүйетін, еліне, жұртына қызмет еткен, сондай өз заманның батыры деп айтуымызға болады. Өз заманның алға қарай жылжуына барынша еңбек сіңіріп, еңбек еткен асыл ерлеріміздің бірі, асыл азаматымыз Ілияс Байғозұлы ағамыз болатын. Біреумізге ата болып келеді, біреумізге аға болып келеді деген сияқты. Еліне, жеріне қызмет істеп, сөйтіп жүріп, не бар 46 жасында сол ел үшін, жер үшін денсаулығына зиян келтіріп, өмірден 46 жасында өтіп кеткен Ілияс Байғозұлы атамыз бүгін тірі болса, тура 100 жасқа келетін еді. Сол кісінің 100 жастық мерейтойына орай мына артында қалған ұрпақтары, мына Дина тәтеміз бастаған командующий бүгін бас қолбасшы, оны Ұлжан тәтеміз, Нұргүл, басқа да бауырларымыз бар. Осы әкеміздің 100 жылдығына орай үлкен ас берейік. Бүткіл Алашты жинамасақ та, Албаның игі жақсыларын жинап, туған туысты жинап, сол жақтың батасын алайық. Әкемізге арнап, тасқа бастырып, хатқа жаздырып, бір кітап шығарайық ол кісінің өнегелі өмірінен деп мақсат қойып алдына, сол мақсатқа бүгін міне жетіп отыр. Өнегелі өмір өрнегі деген кітапты осы мына Ұлжан тәте, Нұргүл қарындасымыз құрастырып, бүткіл материалдарын жинап келіп менің қолыма тапсырды. Біз 2 ай отырып осы кітапты хал қадірімізше өмірге алып келдік.
Құдай қаласа бүгін қолдарыңызға тиеді, оқып шығасыздар. Кітаптың аты өнегелі өмір өрнегі деп аталады. 46 жыл ғұмыр кешсе де ағамыз артында өзінің өнегелі ізін, қасиетін, ізгілігін қалдырып кеткен адам. Талай адамдарға жақсылығын тигізген адам. Кешегі Ұлы Отан соғысынан кейін келіп, ана Нүсіпбек Әшімбаев ағамыз бастаған, Сейдін Мұқаев ағамыз бастаған, Сәрсенбай Байғұлов ағамыз бастаған, Атанқұл Шындариев ағамыз сияқты басқарған ағалардың соңынан ілесіп, не бар сол 30 жасының, 40 жасының ар жақ бер жағында ел басқарып, сол өзі басқарған елді алға қарай сүйреп, соны алдыңғы қатарға қосып, жаңа айттым ғой, бағана өз заманының батыры болған адам. Сондықтан осы кітабымыздың тұсаукесеріне қош келдіңіздер. Артынан үлкен ас беріледі. Мына енді күннің ыстығына қарамай, жаңа мен сәл кешігіп келіп қалдым. Әлі 10-15 минут бұрын басталу керек еді. Мен ана басқа бір жерді шатастырып алыптым да, сол жаққа барып келуге тура келді. Енді кітабымыздың тұсаукесерін бастайық. Тұсаукесердің алдында осы арамызда ағамыз отыр. Көктөбе Ілияс ағаның қасында көп жыл бірге қызмет істеген, осы кісі енді ауылдың ақсақалы ғой. Ағаның көзін көрген, жақсылығын көрген жиынымызды осы кісі бір ауыз сөзбен ашып берсін, және ары қарай жалғастырайық. Ассалаумағалейкум бүгінгі қонақтар. Ілияс аға мына есепте келсе менің әкем болып келеді. Мен сол кезде осы қызметке келгенде мен 20 жасқа бастан уақытым болатын. Жаңадан барғанбыз. Ілияс ағаның жақсылығы жаңағы тақырыбында тұр екен. Көпке өнеге болатын. Балаларға басшы, үлкенге аға, кішіге іні, көпке үлгі болатын істері көп еді. Амал қанша қазақ жыл бізде колхозымызды басқардық, халқымызды басқардық. Халыққа беделді болды, ел жұртқа елеулі болды. Соның арқасында міне бүгін бізде шақырып отыр. Сол кісінің жақсылығының арқасында. Ол кісі көпке жаңағы өзінің шапағаты тиді. Зиян тиген жоқ, пайдасы тиді. Енді не тілейміз? Артындағы балалар мінекей ұрпақтары атап өтіп жатыр екен. 100 жылдық. Енді тірі болса керемет болар еді. Амал қанша көз алдымызда ол кісінің ұрпақтары тұрғанда ол кісі тірі. Тірі деп есептейміз. Ұрпақтары аман болсын, дендері сау болсын. Құдай осы ел жұртымызға амандық берсін. Міне енді сол кісіден тәрбие алған, сол кісінің сөзін тыңдаған, білімін алған көптеген адамдар тұр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, мына шығарған кітаптарыңыз құтты болсын. Бала шағасы ағаның өмір жасын жалғастырып жүре берсін. Дендеріңіз сау болсын. Рахмет Ұлтур аға. Рахмет. Қалай жасасын ауылда жүріп, осы есепшілікке де жүйріге келсін. Мына ауыл шаруашылығы институтына жолдама берейік. Бармайсың ба деп сөйтті. Сонда мен аға менің көздеген мақсатым бар еді. Сіз бітірген КЗГУ-дің журналистика факультетіне барсам деген. Оның бәрінен мақалаңыздан оқып алады, басқа әңгіме айтыңыз. Ойым бар еді, содан мінекей бізге жөн жоба сілтеп. Бұл кісінің енді өмірі қысқа болды, бар жоғы бір 45 жас. Бірақ сонда да енді талай шаруаларды бітіріп кетті. Бұл кісі де КЗГУ-дің экономика факультетін бітірген екен. Осы кісінің енді артында қалған ұрпақтары лайым жақсылықта жолға берсін, айналайынына. Ұлжан бар, тағы қарындасымыз бар, еніміз бар. Сол балаларына, немере шөберелеріне шапағат етілсін. Бүгінгі еске алу салтанаты құтты болсын. Топырағы торқалы болсын ағам. Рахмет, Нұржан аға, көп жасаңыздар, рахмет. Енді тағы бір, енді бүгінгі біздің жиынымызға біраз ақын жазушылар келіп көрген. Енді мынандай қазіргі негізі ғой енді. Көп жерде ас беріп жатыр, той томалақ болып жатыр. Жақыпжан ағамыз бүгін келмей қалды. Айтақан ағамыз келіп қатысуға бүгін аяғасынан болып кетті. Ана Сәлім деген ақын жігітіміз олар жоқ кетті.
Иә, мына күн ысып, мына елдің басына күн өтіп баратыр. Аха. Қазір мен бір өлең оқытып жіберейін, өлеңдер бар. Көлбай аға. Мына Қазақстан жазушылар мүшесі біздің ақынымыз Көлбай ағамызды білемін. Ассалаумағалейкум, қадірлі көпшілік, құрметті қауым. Бүгінгі келіп отырған астарыңыз қабыл болсын. Тарихтың ашып парағын бұрылып артқа қарадым. Сағыныш болған бұрынғы өткен жылдарды санадым. Есіме түсті еңбегі Ілиястай асыл ағаның. Елімнің ойлап ертеңін алысты көздеп жанарым. Бұрынғы күндерді еске алмай болашаққа қалай барамын. Жайдары мінез ер аға, колхозға болған төраға, қамқорлық жасап халыққа мал бітірген қораға, әділдік жолын ұстанған адамгершілігі мол аға, құлазиды көңілім есіме түссе сол аға, ұрпағың өсіп өліпті еңбегің кетпей далаға, шапағатыңыз тиді ғой қартқа да жас балаға, еске алатын өзіңді ел жұртың бар ғой нараға, кірген түрмей арына, қанағат еткен барына, сіздей асыл ағаны еске аламыз сағына, жанаттан жанын жай тауып, пейіштің ұлдың құрағын тілейміз сізге сонаға. Кімге бөйді тағдырдың салғанына, кімді құдай жеткізген арманына, Ілияс ағаның ел жұрты бала-шағасы аман болып, бір алла өмір берсін қалғанына. Енді мынада тамаша 100 жылдарын бір тамаша әнге ұластырып жүрейік. Енді сәл шыдай тұрыңыздар. 100 жылдық мереке ғой, мерейтой ғой, үлкен той. Ортаға міне дәстүрлі әншіміз Самат. Самат деген азамат өзіміздің бауырымыз міне. Бір әуел етіп бір жақсы ән шырқап жүресің. Ассалаумағалейкум. Шыдаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Бүгін ерлатыңыз қабыл болсын. Шындығында өліміздің қырбаймайды дейді. Біз әр уақыт құрметтеген сыйлаған халықпыз. Сол әр уақытта риза болсын. Бүгін ерлатыңыз қабыл болсын. Тектердің ұрпақтары жасай берсін. Алла осы жақсылықтарыңызды ұзағынан қылайық. Рұқсат болса Қапез Байғаловтың шүберкісін айтып берейін. Qalasından Qazaxdın ay tələ
ол жердің көркі ай ақыл орта меркі шет меркі 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 қарқара дегенмен ол жердің рахмет қоймай құлақсыз. Шығыстың аналары айтып кеткен екен, жақсы адамның артында жақсы аты қалады, ғалымның хаты қалады. Соның дәлелі бүгін мына Ильяс атамыздың мына рухына бағыштап осындай үлкен шара жасалып, мына сол басында Динамыз, Дина деген бір өзі ерекше адам, мықты қыз десек мықты қыз. Өзі білімі терең, рухы биік, дастарханы әрқашанда берекелі. Дина, біз бала күнімізден Динаны білеміз, бірге өсіп өніп бірге өстік. Мен жолдасым Сания, Нұргүл, бірге бір комнатта жатып бірге оқыған адамдар. Міне бүгінгі осындай үлкен ас беріп отыр, ниетіміз қабыл болсын. Ильяс атамыздың бала шағасы өсіп өніп, осы өмірде бақытты болсын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Рахмет көп. Міне Ильяс атамыздың артында ұрпағы ол кісінің мына кітабын қатқа түсіп, тасқа бастырып шығарды. Артында іздеушісі бар. Осы артында қалған ұрпағы бар да, Ильяс ағамыз ешқашанда жоқтаусыз, ешбір хабарсыз қалмайды деп біз ойлаймыз, солай болуға тиіс. Енді кітаптың тұсаукесерін жасайық. Мен ортаға осы бухгалтерлерден бастап шақырайын деп отырмын. Өз Ильяс ағамыз жұмысын бухгалтерліктен бастаған ғой, мықты есепші болған, ол кісі шығарған есепті ешкім шығарамайтын болған о заманда. Қалел аға, міне 19-шы партия колхозының бәлен-бәл бас бухгалтері болған, сол кісінің қарамағында істеп, сол кісінің тәлім тәрбиесін алған, Көктубай ағамыз тұр. Мына жақтан енді мына екі жазушы ағамызды қосайық. Динатада 4-өңіз, 5-өңіз осы кітаптың тұсаукесерін жасап жүріңіздер. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал бастаңыз енді. Нұртай аға, қарап тұрмаңыздар. Ал құтты болсын. Шапалақ, құтты болсын, музыка. Қазір бәрілеріңізге астың соңында бір кітаптан беріледі. Сондықтан үйге барып оқып, сол кітапты өздеріңіздің кітап сөрелеріңізге қойып қойыңыздар, балаларға оқытыңыздар. Кішігірім иықтарына шапан жауып көпшіліктің алдында рахметімізді білдірсек деп едік. Құрмет қошеметтеріңіз қадірменді ағайын. Атам қазақтың жалпақ тілімен айтқанда шапандарыңыз тозға, өміріңіз ұзақ болсын. Төрден орын алып дастархан басына артын жайғасып отыра беріңіздер. Жас еді өмір кергі бойламаған, көнерде не болары ойламаған. Жарықтан кетсем дағы қанатқа, өзіңмен тура кел.
Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайдамын. Жан әке шертіп сезім домбырасы, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау сен тұрасың. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم. Құрметті, қадірменді, бүгінгі Ильяс Байғожа ағамыздың еске алу асына келіп отқан қадірменді ағайын. Өмір деген осылай орғи өтеді. Құрдымына өмірдің кімнің көз жетеді? Жат дүние адамның қиялмайтын мекені, неге артына сол дүние бір бұрылмай кетеді? Неге артына сол дүние бір бұрылмай кетеді? Неге адамның жастығы жалт ете қап өтеді? Шын екен ол өмірдің тіпті шолақ екені, табыт пенен бесіктің аралығы екені дейді құрметті ағайын. Көңіл кезек үрейін баса, қолдасын сұраққа, қыдырып қияласын, жақсылық ел үстіне ойласын, жұртымыз тұрыш, еліміз аман болсын, жастары байлақты заман болсын, өліге иман беріп, тілге береке берсін, Ильяс ағамыздың жатқан жері жайлы, топырақ қорғау болсын, мына жатқан дәрілері қабыл болып, Алла Тағала оларға шақырып, жақсы күндер жақсы болсын. Аумин айтқыңыз келсін. Илляхи Құранға береміз. Құран оқу үшін Талғар қаласы имамы Қалдыбайұлы Қасымхан мырза. Кезекті Құран бисмилля. Аса құнды ерекше елімді Аллаға қылмасаймын. Барлық мақтау мадақ әлемдер тұрақтысы Аллахтың оның ең соңғы иесі ардақты сүйікті оның пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху болсын. Сол пайғамбарымыз салсам қияметке дейін ізгілікте жақсылықта ізгілер жерлерге барша мұсылман үмбеттеріне сіздер мен біздерге Алла Тағаланың сәлемі, амандығы, рахмат пен берекеті болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тағала барша ниеттеріңізді қабыл етсін, қадамдарыңызды сауапты жасын. Марқұм Байғожаұлы Ильяс атамыздың артынан барша қадамдарымыз, дұға тілек ниеттеріңіз беріп жатқан садақаңыз қабыл болсын. Бұл енді Жәрдина апамыз, Ильяс атамыздың артынан қыздардың атынан арнайы 5 Құран хат келтірген екен. Яғни бастан аяқ Құран 14 сүре бастан аяқ оқылған еді 5-і. Соның бүгін соң аяқтарының соң дұғасы жасасақ ниет тұрады. Сондықтан Аллахтың ниеттеріңізді қабыл етсін. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, әрбірісінің әдебі бар. Асылдың әдебі сол асқа келгеннен кейін тыныштық сақтап, бір-бірімізге құрмет қылып, бір-біріміздің сөзімізге араласып, бір тәртіп сақтасақ, және Құранға құрмет болсын. Ұялы телефондан сөйлеп қойыңыздар, шырылдап Құранның бүгінгі жиынның шырқын көріп жүрмесін. Бір сәт дүниеге естеді, сыртқы әлемден бөлінейік. Алла Тағала басқа ниеттеріңізді қабыл етсін. Егер сіздер жауаптарыңыз бастан жауап болсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sadaqalarını jadidi Allah. Fazıl teşekkürler olan salatı fadilin bakım kattıran marhum Taytübü Bulu Baybozu, Sersep Kızı Ahmançak, Baybozulu Savruk, Baybozulu Saldanbek, Baybozulu İskadi, Baybozulu İlyas, Baybozulu Furman, Baybozulu Savetbek, Baybozulu Suktursunkan, Baybozulu Kızı Zinehan, Baydila Kızı Toktasın, İlyasulu Baktыбек, İlyasulu Jolaman, Jünüs Kızı Alpiya, Mırzahmet Kızı Eybeke, Bayselke Kızı Asil Bulu marhumların ruhlarını arınayıp başlar. Ya Allah, marhumlarımızı rahmetine al. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini nasip et. Marhumlarımız yatkan cennetin jayla, canlarını cennette al ya Allah. Kabirlerin keyif imanlarını salamat kıl. O sokulan kasiyette Fatih Kur'an'ın nuruyla Allah kabirlerini nurlandır. Yatkan kabirlerini cennetin bir bakşalarından nurlu ola bizim nasip et. Tergünlerinde jasağan жақсылықтарын, игі істерін, ізгі амалдарын Allah'ından жарылған. Амалдардың ожақтан бір сұрақтарына өзің жеңілдік бер. Осы болған қасиетті Fatih Kur'ан'ın құрметіне Allah мархумдарын пенделікпен болған кем қателік күнәлар болса я Allah өзіңнің шексіз мейіріміңе алып ғафу етмейсің. Осы аттан аталған мархумдардың артындағы ұрпақтарына, ол қыз перзенттеріне баршаларына Алла разы болсын. Мархумдардың рухына арнай баршаларына тіләуат хатым құрандарыңызды, дұға тілек ниеттеріңізді, ағайын туысқа ел жұртқа берілген ашқырсан садақаларыңызды Алла қабыл етсін. Алла баршаларыңызды отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге сау ұзақ ғұмыр берсін. Алла баршаларыңызды бәле-жала, тіл көз қауіп қатерден, түрлі қайғы қасірет, жамандықтардан, дауасыз дерттерден Алла біз сақтасын. Алла Тағала барша әулеттің, ағайын туыстың баршаларыңызды Алла ауызбіршіліктеріңізді, ынтымақ бірліктеріңізді Алла артпасын. Алла ойға мақсаттарына тілектеріңіз жеткізсін. Ол қыздарыңызды Алла Субхана Тағала салиқалы ұрпақтардан етсін. Сол ұл қыздарыңызды әрдайым өздеріңізге көз айырып берсін, жақсылық берсін. Сол ұл қыз перзенттеріңіз әрдайым өздеріңіз үміттеріңізді ақтап, абыройларды асқақтататындай Алла Тағала бақытты баянды ғұмырды нәсіп етпей. Алла елімізге тыныштық, халқымызға амандық берсін. Алла Тағала елімізді, жерімізді түрлі табиғи апаттарынан, тілсіз жаудан, топансыздан, зілзаладан Алла Тағала сақтасын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه. الله خير. Amin. Kabul olsun. Bu kişinin şefaat жаңа жерде ашылды да айттым, енді қайталай берудің қажеті жоқ. Қай жерде адам адал еңбек етсе, сол жерде өнімді болады, өсімде болады. Қай жерде адам өзін қадірлей біледі, өзінің қасиетінің бар екенін білетін жерде ол жақсы болады. Мына еріп кеткен үлгі аз болса да көп жылдай, ажырсы да көп жасағандай бізге беріп кеткен үлгілер көп. Мына асқа жиналып отырған мақсатымыз
қайту емес, басқамыз біріміз көріп, соғысының бала-шағасының тәрбиесі қандай тәрбие алғанын, қайтып біздерді жалғастырып жатқан соны көруге келдік, соны білуге келдік. Өйткені ол кісі өзі білімді болса, артына бала-шағасы қалған балалар да сол кісіден алған тәрбиесін ерте жариялап отыр. Міне біздер айтып отырмыз, одан бері бәрібір жұмып кетіпті. Бұл кісі қайтыс болған. Содан бері дүниесі мен ұмытпай өсімдерін ойыма сақтадым. Жаңа кітаптың бір беттерінде шағын болса да өзімнің ойымда айтқан, бірақ та ол да жеткіліксіз. Одан да көп дүниелер бітірген, көп дүниелер сындырған бұл кісі. Адам көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дегендей, сол кісілердің тәрбиесін алған. Сол кезде бала болсақ та, бізде тәрбиесін алған едік. Құдайым тоба жаман өмір сүріп жатқанымыз жоқ. Мына артынан бала-шағасы ел жұрты аман болсын, дендері сау болсын. Өткен жастары осы халқымыз аман болсын, жұртымыз аман болсын. Бейбітшілік заман болсын. Мына бейбітшілік деген жақсы дүние. Бізді өсіп отырған осы бейбітшілігіміздің арқасы. Кейде жоғарғы орын, төменгі орын бастарымызға тіл тигізіп жатамыз, анау мынау дейміз. Жоқ, біздің ынтымағымыз болса, бірлігіміз болса, өстіп бірімізді сыйлап, құрметтесек, сонда бейбітшілік осы. Бейбітшілігіміз ұзағынан сүйіндірсін, аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Рахмет аға, мінекей ағамыз керемет өнегелі, керемет марқұм әкеміз туралы жақсы ақпараттар беріп кетті. Тағы да ортамызда отырған Нұртан Төлепбергенұлы ағамыз қайда екен? Ілияс ағамызды еске алып отырған барша қалайық. Осының өзі әрине Ілияс ағаның ұлды қызы болып, өмірлік шүбірін болып, болашағына аманат етіп қалдырған ұрпақтары осы бас қосымды жасап отыр. Мен әлгі сол ағаның жолын қуып, 54 жылы ол кісі Азмұтын экономика факультетін бітірген екен. Шетінай ол кезде республикада бар жоғы ең жоғарғы университет деген екі-ақ университет болды. Сонда жаңағы Қазақ мемлекеттік Киров атындағы университеттің экономика факультетін бітірген екен. Кейін менде сол 20 жастан аса келе жаңағы Азмұтын журналистика факультетін бітіріп, сол кісілердің өнегесімен, сол кісілердің айтқан тәрбиесімен оқуға Құдайға шүкір. Одан берінде қарап отырсаңыз, жарты ғасыр дейміз ғой, 50 жылдан асып кетті. Әлгі біреуге кеш келеді дегендей Ілияс аға өмірден ерте кетті. Құдайға тәуба, артында ұрпақтары қалыпты. Қазір немерелер шөберелер өсіп жатқан шығар. Мына туындығына сіздердің қолдарыңызға тиген кітап бар, газет бар, облыстық Алатау Арайы деген газет. Сонда көлемді мақалалар шығып, замандастардың, кейінгі ұрпақтардың естелігі жарық көріп жатыр. Осының өзі Құдайға тәуба, жақсының аты өшпейді деген қазір халқымыз айтқандай, ағаның аты өшпейді, кейінгі ұрпақтары жалғасады. Лайым осындай жақсылықта, одан кейін енді тойғыласын дейміз, әлгі ұрпақтарына еске алып отырады. Лайым жақсы ниетті жолға еліміз заман, жұртымыз тыныш болса, тойда, аманатта көбейеді. Баршамызға молшылық тілейміз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.
былай бас қосуларда, жақсы бас қосуларда өткіре берейін. Рахмет. Әумин рахмет ата айтқаныңыз келсін. Аллардақтағайын алқалы, әлеумет алып ішіп жеп отырыңыздар. Мінекей әтең өлсе де әтеңнің көзі көргендер өлмесін дейді атам қазақ. Жалпы кез келген орта ассыз, асымыз бассыз, басымыз батасыз болмаған қалыппыз. Ендеше Нышанбек атамыздан күл мұсылман ел деп басқа бата сұрасақ. Атам қайда отыр екен? Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Kudretli Allah'ım ya Rabbim. Bizlerge kura yolunda geçsin, Allah tırmalayısın. Yaşam yaptan kuşuluk ama dualarımızda, niyetlerimizde, hayırsanlarımızda, Kuraytan'ın derlerinde kabulüne geçsin. Gelecek urfakka ömür oluşup olsunay, ötken ervaklarını esre alıp, gelecek ötmeyin, bu ömürden ötmeyin adam yok. Teri canın bär ölümünden, bärimize götürürüz. Urfaklarımız olsunay, bizlerdi esre alıp, osunday bizlerge Cenab-ı Allah'dan yarham ve hayırlısan ise oturan özü gelecek urfakka tarif edeceğinden öte zor. Dolayısıyla Navcasak'tan koşulan duaların niyetlerini kabul eylesin. Toprakları doğrular, canları cennette, imanları yoldası olsun. Yakışır kışlanan Üsül versin ölsünde yerine bata vereyim, bereke devlet olsun yerine bata vereyim. Moğolya versin Suudep, öze versin Uudep, yerim diye özemden körüme bata vereyim. Tabusu olsun yenmedi. Moğolya versin ömrü yerimdeki azamat yerime bata vereyim. İyi olsun, olağa ayın olsun, yaksa anağa atanın hürmetli olup dursun sana. Kilişiri yerime eğri solar yerimden jasarga bata vereyim. Ülkü olup yerimden geliri birlik taklasın, tabu olup tırnak taklasın. 300 olup tabu dep özgürlük kızmaklasın. Keledi kendisi olmanla el basagan yerlerden sözüne kalıp doktasın. Örgün deyvermese ben bärine bata vereyim. Esvelerim olayıp dasarkanların kren olsun. Allah'ın öz jarlık kör kollar kren olsun. Belemenen jağından yaratkan yen korlasın. Yaxşılık olsun, sevgilik kadır olsun yoldasın. Allah. Amin Allahu Ekber. Allah'tағайын алқалы әлеумет. Атамыздың алқаласынан кейін алдыңызға келіп жатқан бүгін астан алып ішіп жеп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Алдар бақытты бол, байлар сауап бол, ел-жесіндер Allah'ın қабыл етсін. Amin, rahmet. Amin rahmet аба айтқаныңыз келсін. Сіз бүгін басыңызбен кешірім сұрауға ешбір қажет жоқ, аба. Сіз кешкен жоқсыз, біз әшейін ерте бастап жібердік. Осы астың басын бастап басқасында жүрген Дина әпкемізге арнайы кемзолын жоқ шәлісін тартсам деп жатыр. Неге алдын осағанымыз. Мыңда бір рахмет аба. Қыздар қайдасыздар? Қыздар. Осы өлеттегі қыздар. Нұргүл әкпеміз, Тойжан әкпеміз қайда? Абылеміне келе жатыр. Арнайы құдағиларымыздың атынан осы қыздардың иығына шапан кемзол деймін. Тойжан әкпем қайда? Тойжан әкпем. Күләш апамыз сол жақта тұр ғой деймін.
Тойжан әкпеміздің қызметі чұғыл болып жатыр екен. Аздан кейін арнайы апарып бере салсақ болады ау деймін. Фотоға түстейік ма? Ал ардақтағай халқымды алып ішіп отырыңыздар. Мінекей үлкен астар таратылып болып қалды. Енді құрметті бүгінгі асымызға арнайы беріліп жатқан 100 жылдық мерейтойға арнайы келіп жатқан алқалы әлеумет. Астан алып ішіп отырыңыздар. Енді дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге бүгінгі мынау 100 жылдық мерейтойдың иесі Ілияс атамыздың өмірбаяны туралы кішігірім көгілдір экранға назар салып мағлұмат алсаңыздар, өмірбаяны туралы естеліктерге құлақ түріп отырсаңыздар.
жаңа айтып жатырмыз ғой, әкең өлсе де әкең көзін көргендер өлмесін деп. Орталарыңыздан суырылып сөз айтамын, бір ауыз естелік айтамын деген кісілер болса, арнайы сіздерге де бөлініп жатқан уақытымыз бар. Мен сөйлеймін деген кісілер болса, бізге сыншы берсеңіздер жетер арада жетіп барамыз. Енді оған дейін бүгінгі осы сөз айтасыз ба? Ассалаумағалейкум, тағы да ардақты ағайын. Ас қабыл болсын, қадірменді қонақтар. Сөзімнің басында бір кісілердің сәлемін жеткізуді жөн санап тұрмын. Абыратқа қиянат жасау болмайды, өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл жерде бағана шәрбанымда да хабарласып, сонау Астанадан сәлем жолдап отырып, барамай қалып, жағдайға байланысты барамай қалдық. Мәуленің атынан, өзінің атынан сәлемді жеткіздім. Ол кісілердің де отсаңыздар, мына Ұлжан дәті ордамызға шығып тұр. Ұлжан дәтенің қайнағасы Сағат Әшімбаев деген қазақтың өте тамаша үлкен азаматы болған. Сол кісінің баласы Мәулен Сағатхан Әшімбаев, оның шешесі Сағат ағамыздың жары Шәрбаның Қонақбайқызы үлкен сәлем жолдасыз асыға. Барам деп шешіп сол жұмыстар шығып қалды. Сол барамын сіздер өзі сөйлесіп айттым деді. Соның кісілердің сәлемдерін сіздер біріншіден. Екіншіден енді бағанадан өзімді сөйлеп атырмыз ғой. Енді осы кітап дайындау барысында екі жарым айдың ішінде мен осы Байғұс әулетінің туысқанын отырдым. Бәрін білдім, бәрін зерттедім. Кімнің қайдан шыққанын, қандай еңбексіз екенін, бұл кісілердің қандай әулет екенін біліп, өзім қатты риза болдым. Енді Байғұс ағамыз өзі қарапайым оқымаған адам болған енді сондай зерек, пысық, өмірдің мәнінде, сәндерден оны тамаша қария болған екен, тамаша азамат болған екен. Сол кісілерден тараған ұрпақтардың бәрі Саурық атамызды, Есқали атамызды, Ілияс атамызды, Құрман атамызды, Сәбетбек ағаларымыздың жүріп өткен жолдарымен таныс болдым. Қарап olsam енді жаңағы кітаптың атын өмір өрлеу деп қойғанымыз өздеріңіз түсініп жатарсыздар. Соның ішінде бәрі бар. Соны айтуымыз керек. Маған айтып кетті ғой, кісілердің атын жаңағы Үсіпбек Әшімбаев бастаған. Егер Ілияс ағамыз тірі болса, сол Үсіпбек ағасы сияқты келдесіне алып жұмыстағы мен деп ойлаймын. Егер десек, ол халқымыз сол кезде басқару, ұйымдастыру оңай шаруа болған емес. Сол кісі өз бастаған шаруашылықтарды алғаш рет жетіп алдыңғы қатарға шығарып, үлкен жетістікке жетеді деді. Ана Сәрсенбай атамыз сияқты байғұн ең үлкен алар берді. Жаңағы Үсіпбек атамыз сияқты ертесіне алтын жұмыс қатар реттерін өзіміз ойлайтын деді ғой. Енді тағы бір таңдап бірмен осы әулеттен шығар Зейнехан әкеміз баласы Мәлік Кененбай деген азаматты өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар. Шеңгел ауылында ол кісіде қалмыз, басқарымызды Шеңгелді қалмыз, алғаш рет үлкен жетістіктері де кейінгі көрді қызметшілер жақында екі бір қайтыс болды, баласы көзінде. Сен әңгімен қояды, сен әңгімен айтады. Сен сәуле болды осында, кітаптың ішінде мақалдар бар айналайында, сендер аман болдыңдар. Зейнехан ағамыздың үлкен қасиеті бар кісі екенін мен білдім. Соны айтатын әңгіме көп. Енді мына Динат әдеміздің, Ұлжан әдеміздің сонау Қаздыққа барып, сол жерде әкелері ұлға бақшыда келгенін өзі үлкен нәрсе. Енді бағана айтқанымызда 24 жыл арамызда ағамыз жоқ болғанмен, енді жardағасында бұл уақытта бірақ сол кісінің істеген істің бәрі қазіргі ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, осы көзі көрмегендердің өзі жығып айтылған жағдайы бар. Сол енді мына Ұлжан әкемізге үлкен ескерткіш орнатыңыздар. Ол кітап деген жоғалмайтын, тозбайтын дүние ертең келесі ұрпақтың
Bilgiden jaraydı. O dediğim Cağaloğlu'nun kitapxanasında, Mahmut'un kitapxanalarında, Kiyeli kitapxanalarına taraf verdiler. Biz onlardan sonra okup böyle tanısın. Aldan orakta Jüjas'ta kelip жатыр ғой. Сол Саржаздан ба, Жамбыл ауылынан ба, Жалауылдан ба, осы Ілияс атамыздың атын көше беру мәселесін ойластыру керек. Соны қолға ары қарай мен өзім көмектесем, қолымнан келгенше соның артына тағы да есімін мәңгілік есте қалдыру мақсатында көшенің атын берілсе деп ойлаймын. Сондықтан ең Бақытбек келіп жатыр, Жоломан үстінен шығарып кетті. Жоломан аясын отқан, Жоломанның достыған жерде сәлім дұрыс, ауыздан су құрып, Жоломан туралы әңгіме айтып берген адам. Иә, Жоломанның ақтарған Бақытбектің ақтарған аманның өзі өлемесін деп қуанышында айтады, ният етеді. Айтып ол команда мүшесі, қолбасшысы. Сіздер аман болыңыздар, қандай білікті дәрігер, болсын деп құлағына қандай әңгімелер естіладыңыз. Narkozlar kömürler sizleri narkozun Hanşanın sürekli Hanşanın sürekli Agayinliklerin bildiğimiz Mamur arası iyi var. Narkoz masrafıdır. Ama bu etlerimiz yiyecek de olmasın. Ekmanışı жақшылığıyla olsun say anlamımızdır. Amin rahmetullah. Мінекей енді бүгінгі асқа арнайы алып уақытын бөліп сонау оңтүстіктің Шымкент шаһарынан келіп отырған құрметті құдаларымыз бар. Ассалаумағалейкум, ардақты құдалар, ардақты ағайын. Біз мына Ілияс құданың ең үлкен қызы Дина, менің туған жеңгем. Менің ағам Мансұр, Расул, көбіңіздерді танитын шығарсыздар. Ол кісі осы Ілияс құданың алғашқы күйеуі баласы. Өмір бойы осы Алматыда халық шаруашылық институтында жұмыс жасады. Экономика ғылымдарының докторы болды, профессор, член академия болған. Дина жеңгеміз екеуі екі ұл, бір қыз тәрбиелеп, бақытты жанұя. Ал енді ол кісі туралы айтатын болсақ, біздің Дина жеңгеміз 69 жыл біздің елге келіп өтті. Сол 70-ші жылдары менің әкем және ауылдаоспесалды адам болып құда болып келіп, ол кезде Сарыжазда Калин колхозының төрағасы кезінде келіп, біздің әкелеріміз айтып бақ, мен сол кезде 12-13 жасар бала едім, қазір 67 едім. Сонда ол деген жер қандай керемет, құдалардың бізде күткен қонақ жайлықтары. Сол кезде менің әкем өзі иманды кісі болған. Өмірінде арақ, коньяк деген тартып көрмеген адам еді. Сонда сол ауданның жаңағы райисполкомның председателі менің әкемді шай-шайды коньяк ішкізбек. Ана өмір ішпеген адам ішімді қыздырып барады бірдеңе деп айтып отырамын. Енді ана құданың ақкөңілдігі, сол кездегі айтқан жақсы әңгімелерімізге айтып қалу кезде баламыз сонда да. Ал енді адам ұрпағынан жасайды ғой. Міне артында қалған ұрпақтары бүгін еске алып, ол кісінің 100 жасқа келген өте керемет өткізіп жатыр. Ал ниеттеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Мына оқылған қасиетті Құран аяттарынан болған сауаптар сол кісілерге тие берсін. Амал дәптерлер оң жағында жатқан жерлері жәннаттар болсын. Бақытбек пен Жоламанды бірге жүрдік, бірге көрдік, талай араластық. Ол кісілер жатқан жерлері жәннаттар болсын. Артында қалған бала шағалары аман болсын. Мынау Ұлжан құдаша, Дина жеңге құда қаласа енді отбасыларыңызда тек жақсылық, бақ, береке, қуаныш, ынтымақ арылмасын. Айдар аман, жылдан түгел болыңыздар. Тойларыңыз тойласын, астарыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз, асыл мұраттарыңыз қабыл болсын. Ал мен айтқаныңыз келсін, мінекей бізден алыстан келген сонау аттарып келген құдамыз ағамыздың өмір жолынан керемет естеліктер айтып, жақсы ойындар қасиеттерін жаңғыртып жатқан жайы бар. Жан еді, айналасында өзінің балаларымен қоса көршінің балаларын жинап алып, қамқорлық жасап, айттап барсақ, бүткіл тәттісіміздің қалтамызға салып беріп, наурыз көжеге барсақ, кесемізді толтырып, көжеге толтырып отырушы еді. Сондай бір берекелі отбасы болады. Ал енді Ілияс әкеміз
ерте кетті, ол кезде біз жас едік. Ол кісінің қандай қызмет істегенін, қандай еңбекқор азамат екенін, жақ-жағына сондай бір шуағын шашып, қамқорлық жасап, мейірімділік танытып жүретұғын іскер азамат екенін мен әкем Қалибек Мұқаннан естіп отыратынмын. Жас болсақ та құлағымызды түріп, ал енді Нияз әкеміз өмірден озған кезде әкем мен анам сол сазазға барып, көңіл айтып, сондай бір қапаланып, әттен ерте кетті ғой мынау не деген сұмдық 46 жас артымыздан ерген ініміз еді деп қайғырғаны да есімізде. Тауба міне артында ұрпақтары қалды. Сол тоқтасын анамыз балаларының бәрін жеткізіп, қызығын көріп жатқан шақта ана Бақытбек деген ұлы өмірден озып кетті. Бақытбек те текті әкеден сол ағатын алып өскен ұлдың бір еді. Бесколхозстройдаға келіп қызмет істеп, соның басшылығына дейін көтеріліп, енді бір жұлдызы жанып, елге жастарға көп үлгі болып жүрген жастың бір еді. Ол кезде біз кәдімгідей қызмет істеп, Бақытбектің қазасынан бәріміз бүткіл ел күңіреніп қапаланған еді. Тауба қазір сұрап отырмын, ұрпақтары қалай деп. Бәрі аяқталып, бір-бір шаңырақтың иесі болыпты. Тауба дейміз, енді Алланың жазғанына көнбес кәпсі жоқ. Мына Ілияс әкеміздің ұрпақтарына, ұл-қыздарына, немерелеріне, барлықтарына ризашылығымды білдіремін. Алла сендерге бай қуатты өмір берсін, бақ береке берсін, өсіп өне беріңдер. Текті әкенің, инабатты ананың ұрпақтары осындай болу керек деп ойлаймын. Бүгін мінекей 100 жылдығын атап өтіп, дүйім жұртты жинап, Құран бағыштап жатсыздар, қабыл болсын. Мінекей ел жұртыма тек амандық тілеймін. Жақсылықта аман күнде кездесейік. Осындай Ілияс сияқты әкелерімізді еске алып тұрайық. Бүгін кітабының тұсаукесерді құтты болсын айтамын. Жазған азаматтарға да, баспагерлерге де мыңда бір алғыс айтамын. Дин айналайын, еңбегін жазсын. Осы үлкен әулетке басшы болып, ақылшы болып, жол көрсетіп, жол сілтеп жүрген саған Алла қуат берсін. Бірге өстік, бір ауылда дамыдық, бірге бір-бірімізден қол үзген жоқпыз. Ана Мансұрдай азаматпенен бас қосып, үлкен әулетке сен ие болдың. Енді Мансұрдың ұрпақтарын өзін жеткізіп, құда шешатты болып, өрісінді кеңейтіп, жатқан жайым бар. Алла ұзағынан болсын деп тілеймін саған. Енді не айтамыз? Мына Ілияс әкеміз туралы білмейді деп жатыр. Ілияс әкеміз туралы Кеген ауданының, Райымбек ауданының 60 жылдық, 70 жылдық, 80-90 жылдықта кітаптар шықты. Сол кезде сол кітапта осы әкеміз туралы мәлімет үнемі қайталанып шығып тұрады. Елі жұртты ұмытқан жоқ, әлі де ұмытпайды. Танитындар еске алып жүреді, танымайтындар жас ұрпақ кейінгі келгендер мына бүгінгі кітаптан біліп ұғады деп ойлаймын. Сол әкелерімізде болады деп мен өзім пайымдаймын. Амандықта, саулықта кездесейік. Жақсы тілектің бәрінен қосыламын. Мен енді Бақытбекпен көбірек жұмыс істедім. Сол жағдайда мен әкім болдым, селолық советтің председателі болдым. Сонда еш колхозды басқарды Бақытбек. Яғни қазақта сөз бар ғой, жақсыдан жақсы бола жарқылдаған деп. Бақытбекке бір жарқылдаған, жақсы текті атадан шыққан азамат еді. Көп жасай алмады, елдің құрметіне бөленді, елге қызмет сын жүрегімен істеді. Сода 40 жасында бұл дүниеден озып кетті. Артындағы ұрпақтарынан Құдайым ұзақ ғұмыр берсін. Мына атамыздың 100 жылдан кейінгі асын ойға алып, ел-жұртын шақырып, мынау білетіндер бар, білмейтіндер бар. Сол білетіндердің барында елге бірталай мағлұмат берген қыздардар дінәмен қожамдар зор рахмет. Қыздардан жақсы балалық әкеге бала жоқ. Сондықтан міне жасаған бұлай тамақтарын қабыл етсін.
Babamızın ruhu gençliğe çarpsın. Ardında yer yurtuna, tuğan dostu yakınacaklarına kolay үлкен жақсы өмір қуаныш ынтымақ бірлік берсін. Аумен айтқыңыз келсін, тағы да атамыздың жиені екен. Құрметті жамағат, бауырларым, бүгінге ілияс атамыздың еске алып, ұрпақтары керемет дастархан жайып, туған туыс, құда жекжат бауырлардың бәрін басып қосып ас беріп жатыр. Астарыңыз қабыл болсын. Мен өзімді таныстыратын болсам, осы жаңа Ілияс ағамызды көрсетіп жатқан кезде, өмірбаян айтқан кезде бір бауыры, бір қарындасы болып келе жатыр. Зейнахан деген менің шешем бұл кісілер бізге жиен болып келеді, нағашы болып келеді, мен жиенімін. Сондықтан қазақта сөз бар, үйдің жақсысы ағашынан, жігіттің жақсысы нағашыдан деп. Сондықтан нағашыларымыздың осындай жол қуып келе жатқан жағдайымыз бар. Әкем туралы айтайын деп тұрмын, жаңағыдай бір еске түсіп тұр бір әңгіме. Осы Ілияс аға колхоздың басты болып істеп жүрген кезде менің әкем 68-70 жылдары институт бітіріп нағашысына дипломға алып барған кезде сол кісінің мәрттігі қолынан жетектеп барып жиеніне қозғақтан мелкашты қолды сатып алып беріп дипломмен құттықтаған екен. Соны әкем өмірбақи ұмытпай айтып жүретін, нағашының есін алып. Сондықтан жатқан жері жайлы топырақ торқа болсын, көрмеген жақсылығын артында қалған ұрпақтарына беріп тие берсін. Рахмет бауырларым.
Қаламақта айналқалы әлеумет енді мына жерде дайын тұр деген балалар сен тұр мен дайын деп кезекке тұр. Дегенмен енді және бір күй тыңдап жіберіңіздер. Бүгінгі мынау Ілияс атамыздың қарындасы Тұрсынхан деген апамыздың жиен немересі Сұңғат сіздердің құрметтеріңізге бір тамаша күй орындап берсін. Қабыл алыңыздар. Бәрекелді рахмет. Аллахтағай нағылқалы әлеумет. Енді арнайы уақыт бөліп келген жатқандарыңызға мұнда бір рахмет дегенмен енді тақына шықпадық. Енді біріне жазаңыздар. Аз уақыттардан кейін бәріміз бірге осы бүгінгі 100 жылдық мерейтойды қорытындылап қайтатын боламыз. Енді дәл қазір бүгінгі осы кешке арнайы келіп отырған ардақты ағайынға айтар алғысты бүгінгі ас иелері әлеуметтіміздің үлкені Дина ханым және Болат мырзаны ортаға шақырайық. Келіңіз ағайындар. Құрметті ағайындар, осынша уақытта шыдамдық танытып, бізді сыйлап келіп, бірден шыдамдық танытып отырғандарыңызға Алла сіздерге разы болсын. Енді мен әкем туралы көп нәрселер айтып жатыр, мен барлығын айта беремін. Жаңағы действительно логикалық мышлениесі өте күшті болған, математика жаңағы семішкідей шатқаны дейді, бір адамдар кезінде айтқаны бүкіл қалауында бұғалдырдың жаңағы уақыт дәлен уақыт есептеп отырған нәрсені осы ойша елдің арасында шығарып берді екен. Сондай енді осы ешқашан ойынан жеңіліп көрмеген адам ғой, соның арқасында. Енді мінекей бүгін асымыз ойлаймын еді, сіздердің арқаларыңызда біздің арқамызда жұмыс деңгейде өтті деп осы астың дайындау барысында бізге көмектескен барлық адамдарға, алыстан жақыннан келген адамдарға әкеміз туралы 54 жыл өтіп кетсе де сондай жылы қадақпен, жылы сөзбен еске алған ағайын туған әкеммен бірге қызметтес болған адамдарға осы сіздердің алдыңызда еліп тұрып құрмет көрсетемін. Сіздерге көп рахмет. Көзімізге өзіміз білмеген жағдайларды естіп, көзімізге жат алған кездеріміз болды.
өте қиын екен барлық балалықтарымыз өткен жақтың бәрін біз әке шешеміздің қадірін тірі кезінде білдік па біле алмадық па білмейміз енді сәл де болса сол жаңағы өткен жолындағы енді қызыл империяның кезінде жаңа пендешілікпен істеген кемшіліктер болса алла соны кешірсін деп осы қатын құрандар түсіріп жатырмыз басқа да енді жақсы амалдар істеуге тырысып жатырмыз соның барлығы қабыл болсын енді мына осы өзімнің ағайын туған бауырларыма кітапты шығару барысындағы көмектескен барлық адамдарға эсселер жазған адамдарға барлықтарыңызға көп рахмет сіздерге де иіліп тұрып құрметімді көрсетемін сіздерге бала шағаларыңыздың ұрпақтарыңыздың қызығын көруге жазсын осы ұрпақтарымыздың жаңағы байғұз әулетінің ұрпақтарына осы әкеміздің ізгі ісі үлгі болып жалғасын табуына алла нәсіп етсін болатыным 1 жарым жаста қалған бала әкесінің мен нағымбек екеуі әкесін көруге арман болған балалар әкесінің тәрбиесін көре алмады сонда да мінекей осы қазір жетіп үбірлі-шүбірлі болып отыр сол біздің әке шешеміздің жаңағы елге істеген жақсылығының жақсы сөздерінің істеген жақсылықтарының арқасы деп ойлаймын соның барлығы енді ары қарай ұрпақ соны жалғастыруына тілектеспін бауырларымның барлықтарына осы неге келіп атыс-салысқа кітапқа көмектескендердің барлықтарына мың алғыстар Ассалаумағалейкум қадірменді қазақ елі ассалаумағалейкум аналар бүгін мынау біздің әулетке келіп біздің әулеттегі әкеміз салып кеткен атамыз салып кеткен сара жолдарды көріп отырсыздар Құдайға тәуба біз қазір қазақ елі ұрпаққа мән беретін уақытқа келдік ұрпағымыз қалай өседі ұрпағымыз ертең аталарымыз әкелеріміз салған жолды алып жүре ала ма жүре алмай ма соған еріп тіреліп тұрмыз мен ойлаймын осында отырған әрбір қазақ жанұясы менің бала-шағам менен де жақсы болып өссе екен, мен көрмегенді көрсе екен деп тәрбиелейді. Иманды болса екен деп тәрбиелейді. Өйткені қазір бәріміздің көзіміз жетіп отыр. Біз ең бірінші иманды ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Өйткені имандылықта бәрі жатыр. Имандылықта әкені құрметтеу жатыр. Имандылықта шешені құрметтеу жатыр. Имандылықта білім алу жатыр. Имандылықта жер жүзін көру жатыр. Мен ойлаймын, біз қазақ елі, қазақ жерінде тұрып, өзіміздің салт дәстүрімізді, әкеміздің миымызға, қарымызға сіңдірген дүниелерін болашақта ұрпағымызға беріп өтуіміз керек деп мен айтып жатырмын. Маған әкем ақыл айтпады. Балам, сен мамандық мынаны таңда деп айтпады. Бірақ біз әйтеуір әкені жақсы адам деп айтқанның арқасында өстік. Әкенің артына сөз келтірмеу үшін барымызды салдық. Мен ол өз басымнан өткенімді айтып жатырмын. Мен ойлаймын, содан түйгенім біз ұрпақты жақсы өсіруіміз керек. Ағайындар, барлықтарыңызға рахмет, құда жекжаттар. Мен қазір өзімде немерелі болдым. Құдайға тәуба, керемет жерлермен құдалы болдым. Иман жолына бет бұрдым. Алланы тануға ұмтылып жатырмын. Бәрімізде бала-шағаларымыз аман болып, сіздердің дастархан
жеріне ие болатын ұрпақ болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Бауырлар, құда жекжаттар, әкпелер, жезделер, туған туысқандар, барлықтарыңызға амандық тілеймін. Мына асаба балаға көп нәрсе айтқым келеді. Алдынан ақтың тусын бұл баланың қандай керемет нәрселер айтты. Жап-жас жігіт, осындай жігіттерге қарап, қазақтың азаматтары әлде бар екен ғой деп қуанып отырасың. Інім, ақ жолсын. Аман бол, рахмет көп. Рахмет. Болат аға, бәлки әкеңіз жаныңызда болса, дәл осы сөзді айтар ма еді деймін. Бірде Торайғыр би әл үстінде жатқанда баласы Әмет мырза, «Әкеу, қалай боларсың?» дейді екен. Сонда Торайғыр би, «Балам, қалай болатынын қайдан білейін? Бұрын соңды өліп көрдім бе?» дейді екен. Сонда баласы Әмет мырза, «Әкеу, сен дүниеден өтсең, біз кімді әке дейміз?» деп жылайды екен. Сонда Торайғыр би, «Жылама, балам, жылама. Жақсы болсаң өзің елге әке боларсың. Жаман болсаң әкесіз қалдым дейсің да, кім көрген саған әке болады» деген екен. Торайғыр би өзінің баласын қанаттандырып жатқан сөзі, әкенің негізгі мақсаты, өмірдегі мағынасы қамқорлық деген сөз. Сіздің әкеңіз айтып жатқан сөзі, өзің жақсы болсаң елге әке боларсың дейді. Аллаға шүкір, сіздің әкеңіз бір ғана отбасыға ғана емес, бір әулетке емес, күллі Алашқа, сұлу хан тәңірдің етегі сол елді мекенге әке бола болған кісі. Мінекей, Аллаға шүкір, артында қалған ұрпағы бар. Сіздер де елге әке болатындай, сол әкеден асып түсетіндей ұрпақтар тәрбиелеуді Алла тағала нәсіп етсін. Айтқаныңыз келіп, аумин. Енді Құдай болса, тіріге береке берсін. Ел жұртымызға, халқымызға Құдай тыныштық, жақсы өмір берсін. Мына беріп жатқан Алла тағала қабыл қылып, артынан қалған ұрпақтарына осы кісінің жақсылығы, осы кісінің іскерлігі, осы кісінің елге деген беделі, осы кісінің елге халыққа деген қамқорлығын берсін. Халқымыз аманшылықта, қуанышта, жақсылықта достасу нәсіп етсін. Бауырымыздың топырағы торқа, жандары жәннатта болсын. Ең тек жақсылықта достасудан нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар. Бисмилlah, кезекті Құран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Allah, özün razı olsun. Kur'an ayetlerimizde kabul et. O Kur'an'ın asıl ayetlerinde olan sağlıklı fəaliyyətin hakikaten tağal marhum Kayıtörgül oğlu Bayboza sərseniz Rahmanşam, Baybozoğlu Savraq, Baybozoğlu Saldanbek, Baybozoğlu İskali, Baybozoğlu İlyas, Baybozoğlu Kurman, Baybozoğlu Sabitbek, Baybozoğlu kızı Tosunkan, Baybozoğlu Zinehan, Baydınlarız Toxtasın İlyasov Bahtibek, İlyasov Jolaman, Жүніс kızı Erbiya, Mazahmet kızı Aybeke, Masерке kızı Әселбаба, және де басқа да аттар аталған екен осы жерден ата баба, туған туыс бауырларын мұқтарына бағыштап, ей Алла, марқұмдарды рахматың ал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шафағатын нәсіп ет, жатқан жерлерді жайлы жандарды жәннатта қалдайсың. Қабірлері кең имандарын саламат болу, Алла субхана тағала өзінің жәннатта ең биік дәрежелерін бір фирдеусін нәсіп ет. Артылған отбасыларына, ағайын туыс бауырларына, ол қыз перзенттерін ұрпақтарына тұрудың жарқын да, бақытты да баян болуын нәсіп еткізсін. Алла қойған мақсаттарына тілектерді жеткізсін. Раббана иннана фағфир лана зунубана ва қина азабан бирахматика. Қаталдық көрсем де қабағыңнан, махаббат сездірдің жанарыңнан, әкелік жүрегің дара нұрдан,
әке. Қауырсыны болдым қанатыңның, тамырыңнан сенің таратылдым, бір тамшы қаныңнан жаратылдым. Әке